Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Райхан. Бүгін өте тойымды салаттың рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар сиыр еті, қызылша, сәбіз, капуста және фрик керек болады. Ал бисмилля, салатты бастайық. Алдымен сәбізді осылай бөліктерге бөліп, теркадан өткіздім. Ұзынша болып шығуы керек. Келесі бізде қызылшамызды дәл сәбіз секілді бөліп алдым, одан кейін теркадан өткіздім. Үшінші ингредиентіміз бізде сиыр еті. Піскен сиыр етін осылай өте ұсақ қылып жіңішкелеп тураймыз. Келесі ингредиент бізде капуста. Капустаны да өте жіңішке қылып тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін мен тарелканың үстіне осылай қойдым. Ортасына горох қостым және сәндік үшін майонез сеуіп дастарханға қойсаңыздар болады. Қонақтарыңыз келгенше, ал қонақ келетін уақытта жақсылап араластырамыз. Бір банка горохты қосып, майонезбен дәміне қарай тұзымды қосып, жақсылап араластырдым. Міне достар, салатымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше, тойымды, әдемі көрінеді. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.